Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен шоколадный пирожный дайындайтын боламыз. Құрамы өте қарапайым, үйде бар заттардан дайындайтын боламыз. Бізге керекті өнімдер алдымен қант керек болады, разрыхитель, 5 жұмыртқа, ұн және какао керек болады. Ең алдымен біз қантымызбен жұмыртқамызды миксерлеп алатын боламыз. Бір таза шұңғыл ыдысқа қантымызды саламыз. Содан соң 5 жұмыртқамызды жарып салып, осы қантпен жұмыртқаны 2-3 есе аппақ көбік болғанша қазір жақсылап миксерлейтін боламыз. Осы жұмыртқамен қантты миксерлейтін ыдысымыз міндетті түрде таза, құрғақ болуы керек. Соны қадағалаңыздар. Енді кезекте осы жұмыртқамен қантты 2-3 есе көтерілгенше, қою масса болғанша, жұмыртқамыз аппақ болып көпіргенше жақсылап миксерлеп аламыз. Шамамен 5-10 минут шамасында уақыт кетеді. Мінекей біздің жұмыртқамыз осындай қоюлықта аппақ болып шығуы керек. Осылай миксермен алып қарағанда густой осындай көбік болып тұруы тиіс. Енді разрыхителімізді какао мен ұнға қосып, осы үшеуін жақсылап араластырып аламыз да, осы құрғақ өнімдерімізді жұмыртқалы массамыздың үстіне елеуіштен өткізе отырып қосатын боламыз. Елеуіштен міндетті түрде өткізіңіздер, өйткені какао құрамында түйіршік болып қалуы мүмкін. Сондықтан да елеуіштен өткізіп алыңыздар. Енді астынан үстіне қарай жаймендеп араластырамыз. Міндетті түрде астынан үстіне қарай араластырыңыздар, себебі ұнды салған кезде ұн астына түсіп кетеді де, сол ұнды осылай астынан үстіне қарай араластырып аламыз. Бізде осындай сұйықтықтағы қамыр шығады. Мен алдын ала осындай пергамент қағазын 4-ке қиып дайындап алдым. Енді осы 4 бұрышты формада, формамның диаметрі менде 18-18, осы қамырды теңдей етіп жобалап 4-ке бөліп пісіретін боламыз. Әрбір қамырды осылай қасықпен жақсылап тегістеп жайып аламыз да, барлық қамырларымызды жайып алғаннан соң барып пісіретін боламыз. Өйткені бұл қамыр өте жылдам піседі, шамамен 3-5 минут уақыт арасында піседі. Сондықтан да барлығын алдымен осылай тегістеп жайып дайындап алыңыздар. Пешті қамырды жаймас бұрын алдын ала міндетті түрде 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште қызарғанша толықтай пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің корждарымыз пісіп шықты. Ендігі кезекте кремін дайындаймыз. Бізге 25-30% осындай қою қаймақ керек болады, және қант ұнтақ керек болады. Егер қантты ұнтақ жоқ болатын болса, кәдімгі қантты да салсаңыздар болады. Осы екеуін жақсылап күрекшенің немесе венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қант бізде қаймақтың құрамында өзі еріп кетеді. Біздің креміміз дайын. Міндетті түрде қаймақты 25-30%-ін алыңыздар. Ендігі кезекте пирожныйымызды жинап бастаймыз. Пісіріп алған коржымыздың үстіне қаймақты кремімізді барлық шетіне тигізіп жағып шығамыз. Корждарды жинау барысында, егер сіздердің үйлеріңізде арнайы осындай жылжымалы форма болатын болса, осындайды қойып жинасаңыздар, пирожныйларыңыз бір тегіс әдемі болып шығатын болады. Егер жоқ болатын болса, қоймай-ақ корждарымызды жинай берсеңіздер болады. Енді екінші коржымызды орналастыратын боламыз. Екінші коржымызды міндетті түрде осылай терісінен, яғни астыңғы бөлігін үстіне қаратып орналастырамыз. Сол кезде біздің пирожныйымыздың пропиткасы өте керемет болады. Үстінен қаймақты кремімізді жағып аламыз да, үшінші коржымызды дәл осылай қойып, тортымызды, пирожныйымызды жинаймыз.
Мінекей мен бұл жерде 4-ші коржды жинап жатырмын, және осы 4-ші корждың үстіне де қаймақты кремімізді жұқалап жағып аламыз. Барлық жеріне бір тегіс етіп, енді бірден осының бетін әсемдеп жіберетін боламыз. Өйткені қаймақ холодильникте тұрған кезде беті қатып қалуы мүмкін. Сондықтан бізге осындай бір Қазақстан шоколады керек болады. Осының жарты плиткасын үккіштен өткізіп дайындап аламыз да, осы пирожныйымыздың бетіне сеуіп әсемдейтін боламыз. Жақсылап үккіштің ірі жағынан өткізіп алып, осы шоколадымызды пирожныйымыздың үстіне салып, барлық жеріне бір тегіс етіп жайып аламыз. Шоколадты барлық шетіне тигізіп орналастырып болғаннан соң, пирожныйымыздың бетін целлофанмен немесе пищевой пленкамен жауып, кем дегенде 8 сағатқа холодильникке салып қоямыз, немесе бір түнге салып қойсаңыздар өте керемет. Пропиткасы өте керемет сіңіп, дәмді болады. Мінекей менің пирожныйым холодильникте бір түн тұрды. Енді пирожныйдың артық емес осындай шеткі бөліктерін кесіп, тегістеп дайындап аламын. Әр шетін кескен кезде пышақты міндетті түрде жуып отырыңыздар. Енді осы пирожныйды дәл ортасынан екіге бөлемін де, содан соң тағы да дәл ортасынан бөліп, осы пирожныйды 8 бөлікке бөлетін боламын. Әрбір кескен сайын міндетті түрде пышақты жуып отырыңыздар. Сол кезде пирожный теп-тегіс әдемі болып кесілетін болады. Мінекей біздің өте әдемі, түрі де дәмі де аппетитті ашатын пирожныйымыз дайын. Үйде бар қарапайым заттардан осындай дәмді пирожный жасауға болады. Ас болсын.